Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес талаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Хәкім Абай айтқандай, мен Әділқан Елжан Әділқанұлы, Алматы облысы, Панфилов ауданы, Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі болып, ұстаздық жолымды бастадым. Әрбір шәкірт жұлдыз болып жарқырауға лайықты деген ұстаныммен қатар, өзімнің мамандығыма деген жауапкершілік, мақтанышым жоғары. Білім бастауыштан басталады демекші, шәкірттеріме алған білімін өмірде қолдана алуына, туған жеріміздің ертеңін қалайтын болашақ ұрпақтарға сапалы білім мен ұлттық құндылықтарды бойына сіңіре отырып, тәрбие беру менің басты мақсатым. Сынып жетекшім Елжан ағайдың әр күнгі әр сабағы қызықты өтеді. Асықпай мәнерлеп сөйлеген әрбір сөзінен бізге деген қамқорлықты сеземін. Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай туған адамның алтындығы. Демекші, мен ағайымның әрбір сабағына бар ынтамен қатысып, күнделікті жаңа мәліметтер алып үйреніп келемін. Қазіргі заманғы педагогтың кәсіби дамуы ең алдымен өзінің әдістемелік жұмысын үнемі жетілдіруге негізделген, тұтас кәсіби қызметті игеруге бағытталған. Оқу үрдісінде білімді функционалдық және шығармашылық тұрғыдан қолдану, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану, әртүрлі қарым-қатынас тәсілдерін қолдану, топта және жеке жұмыс істей білу, проблемаларды шешу және шешім қабылдау. Оқу процесінде инновациялық әдістемелік қамтамасыз ету негізінде білім беру ортасының жүйесін құруды қажет етеді. Осыған орай оқу үрдісінде заманауи оқу тәсілдерін қолдануды өз тәжірибеме енгізіп отырамын. Білім беру құндылықтарын сіңіру негізінде оқушыларда мынадай дағдылар дамиды. Қазақстанның мүдделеріне қызмет етуге дайын болу, Қазақстан Республикасының рәміздерін, Конституциясын құрметтеу, Қазақстан халқының мәдениеті мен дәстүрлерін, әлемнің мәдени әртүрлілігін құрметтеу, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау, өмір бойы оқуға және өзін-өзі жетілдіруге ынталылық. Қазіргі мектептің міндеті оқушылардың өзін-өзі анықтауы мен өзін-өзі дамыту үшін маңызды. Оқушылар мен олардың ата-аналары үшін де, қоғам мен мектеп үшін де маңызды. Оның миссиясы мен стратегиялық мақсаттары мен үйлесімді болатын құндылықтар негізінде тәрбиелеу мен оқыту мақсатын, мазмұны мен тетіктерін анықтау. Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек деп, ғұлама Сократтың айтуындай, әр оқушыға тұлға ретінде қарау, тәрбиелеу, қабілетін ашу ұстаздың парызы деп білемін. Жақсы ұстаз оптимист болу керек, оқушының әрбір жетістігіне қуана білу, өзінің қателігін түзетуге мүмкіндік жасау, өзімнің білгенімді тәжірибе алмасу мақсатында әріптестеріммен бөлісу, үйрете отырып үйрену негізгі мақсаттарымның бірі.